Қай ойында Қазақстанның өз сервері шықты? The International қорытындылары қандай? Simple мен Shiro командадан кетті ме? Бұл сайбер алаң, біз киберспорт әлеміндегі соңғы жаңалықтарды айтамыз. Арнамызға жазылып, шығарылымды тамашалаңыздар. Бәріне сәлем, бұл сайбер алаң және оны жүргізетін мен Аружан. Біз Қазақстан мен әлемнің киберспортына қатысты жаңалықтарды айтамыз. Біздің шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Енді Қазақстанның да PUBG Mobile ойынына өз сервері бар. Бұл ойыншылар енді төменгі пингпен ойнайды деген сөз. Серверді әзірлеушілер интернетте ойындағы реакцияларда жылдам жұмыс істейді дейді. Бұл жаңалыққа көптеген пікір жазылды. Соның біреуін оқып кетсек, керемет, қазақтар енді бәрін осып кететін болды. Жарайсыңдар, ал енді басқаларыңа ақталудың қажеті жоқ. Сервер қазірдің өзінде ашық, бірақ кейбір ойыншылар әлі де пингтің жоғары екенін айтып жатыр. Өткен шығарылымдарда көрермендеріміз видеода дауыс оншымен шығып тұр деп пікір жазған еді. Бүгін байқаған шығарсыздар, даусымыз нақты әрі күшті шығып жатыр. Бұның барлығы әрине HyperX-тің арқасы. Сіздер де өз құрылғыларыңызды жаңартқыларыңыз келсе, 1 және 12 қараша аралығында Қазақстанның барлық ірі электроника дүкендерінде HyperX девайстарына 30%-ға дейін жеңілдіктер жүріп жатқанын хабарлаймыз. Девайстарыңызды HyperX пен тиімді жаңартып үлгеріңіз. GameLab және Bro командалары 5x5 республикалық турнирдің жеңімпаздары атанды. Құтты болсын! Dota 2 және CS2 бойынша демалыс күндері финал өткен еді. Жалпы екі жеңімпаз команда 18 миллион теңге ұтып алды, ал 10 миллион теңгені басқа командалар арасында таратты. Аза тұту күніне байланысты финал онлайн өтті және ұшаққа билеттердің ақшасы қайтарылды. Турнирдің ресми Instagram парақшасында ұйымдастырушылар мен финалистер командалардың атынан материалдық көмек беретінін айтты. Өткеннен бері айтып келе жатқан Simple-дің оқиғасы бітті. Ол шынымен карьерасын уақытша тоқтататын болды. Бұл жаңалыққа бәрі таңғалды. Қыркүйектен бері осыған қатысты түрлі қауесет шыққан еді. Адамдарды Костылевтың Сиднейге бармағаны қызықтырды. Олар Simple-ды командадан шығарып жібере ме деп қорықты. Ақыр соңында 26 қазанда Саша 7 жылдан астам ойнаған командамен қоштасты. Сашаның Нави командасында 2016 жылдың тамызынан бастап ойнағанын еске салайық, ал ойыншы жай ғана үзіліс жасағанын жазды. Мен CS2-ге қатысты өз жобамда жұмыс істеймін, жақында хабарлаймын, күтіңіздер дейді ол. Simple-дің орнына ойнайтын басқа адам табылды. Навидің жаңа снайпері Игорь Wonderful Жданов. Ол бұған дейін Sprout командасында ойнаған. Жас әрі амбициялы киберспортшы үлкен турнирлерде ойнап, жақсы нәтиже көрсеткен. Бірақ 10 жыл ойнап жүрген Simple-мен салыстырсақ, Игорь киберспорт әлемінде жас ойыншы. Саша Навиге жұлдыз болған кезінде келсе, ал Wonderful өзінің карьерасын осы командада дамытпақ. Айтпақшы, Костылев 26 жаста, ал Жданов 18 жаста. Simple сияқты ойнау қиын болары анық, бірақ мен қолдан келгеннің бәрін жасаймын дейді Wonderful. Team Spirit TI-дің 2 дүркін чемпиондары. Команданы шын жүректен құттықтаймыз. Қатысушылар осы жолға және 10-шы ойында жеңіске жетті. Үлкен финалда гладиаторларды 3-0 есебімен жеңіп, титулдан бөлек $500 миллион жуық ақшалай сыйлық алды. Ал гладиаторлар шамамен $400 000 алды. Ал LGD Gaming көшбасшылар үштігін жапты. TI-12 жүлде қоры 28 қыркүйекте шығарылған компендиум сатылымның арқасында айтарлықтай өсті. Қазанның аяғында жүлде $3 миллион асып кеткен. Team Spirit ойыншылары инттағы жеңістері туралы не дейді? Саппорт Мирослав Мира Колпаков команда келесі жылы серияның 3-ші турнирінде жеңіске жетуге тырысамыз деп айтты. Команда капитаны басында бәрі бірден керемет болмағанын, әлі де көп жаттығатын жеткізді. Бекер емес. Кейінгі жеңісінен кейін Spirit командасы ұтып алған жүлделері бойынша үздік 3 e-спорт клубына кірді. Ятороның Сиэтлдегі финалға дейін шашын қырқып тастағаны белгілі және дәл осы шаш үлгісімен олар екінші рет жеңіске жетті. Сондықтан барлық киберспортшыларға кеңес, интта жеңімпаз болғыңыз келсе, әуелі имиджіңізді өзгертіңіз. Әрине бұл жай ғана әзіл.
Valve'дегі жағымды жаңалық туралы айтайық. Олар Spirit Breaker атты кейіпкерін инттағы жеңімпаздардың құрметіне Team Spirit Breaker деп өзгертті. Бұл команданың оффлейнері Магомед Калапс Халилов қолданатын ең жақсы кейіпкерлердің бірі. Ол Spirit Breaker'де 83% винрейтпен 6 рет жеңіске жетті. Кейіпкердің жаңа есімін тек ағылшын тіліндегі нұсқада көруге болады. Valve чемпиондардың стикерлерінде жасап, ойыншыларды барлық эгида иелерінің даңқ залына қосты. TI-12-де Dota 2-ның жаңа кейіпкері таныстырылды. Бұл Ring Master. Самурай құсқа қарағанда Ring Master Puppet Master'ды еске салады. Бұл кейіпкердің қабілеттері цирк әлемімен байланысты, яғни фокус жасай алуы мүмкін. Heroes of New Wars ойынындағы Puppet Master мен Ring Master'дің арасында ерекше байланыс бар. Сондықтан Valve Puppet Master'дің кей қабілеттерін Ring Master'ге өткізуі мүмкін. Трейлерден жаңа кейіпкердің марионетті көшірмелерді жасай алатынын және жауларды бақылайтынын аңғарамыз. Трейлерде көрсетілген механикалық жәшік кейіпкердің күшті ультимейті болуы мүмкін. Кейіпкердің бірақ нақты қашан шығатыны белгісіз, бірақ Valve ол Dota 2-де 2024 жылы көктемде шығуы мүмкін деп хабарлады. Ал сіз бұл кейіпкерді асыға күтесіз бе? Тағы да күтпеген жаңалық. Бұл Широның Cloud9-нан кетуі. Ол командада бір жылдан астам уақыт ойнады. Егер басқа ойыншылар туралы қауесеттер шығып жатса, ал бұл жағдайды ешкім күтпеген анық. Cloud9-ның Navi'ден айырмашылығы оны алмастыратын адамды 2-ақ күнде тапты. Енді мерген Дмитрий Соколовтың орнына Бумыч ойнайды. Бұған дейін Кирилл Михайлов OneWin капитаны болған. Бірақ Cloud9 командасының ресми сайтында Широның профилі әлі тұр. Ал Cloud9 командасына жаңартылған құрам ретінде алғашқы турнир 27 қазан мен 5 қараша аралығында өтетін Thunder Peak World Championship 2023 болады. Сонымен бірге Бумыч осы турнирден бөлек тағы бір жарыста ескі OneWin командасы үшін ойнауға мәжбүр болды. Бұл жағынан турнирдің онлайн болатын жақсы. Қалай болғанда да бұлттылар Бумычпен бірге чемпионаттың плей-офф кезеңіне өтіп, Virtus Pro'ны жеңді. Және бұл үшін Бумычке алғыс айтуға болады. Counter-Strike 2 әрі қарай қалай дамиды? Спойлер, Valve'де ойынды дамытуға қатысты ешқандай көзқарас жоқ. Оған эксперимент жасап, көп іздену керек сияқты. Әзірлеушілер шутердің болашағы туралы PCGamer.com порталында бөлісті, және CSGO-ды құрастырудағы кемшіліктер мен артықшылығын айтты. Олар матчмейкингті енгізу басты жетістік деп санайды екен, ал CS2-ні Counter-Strike тарихындағы ең үлкен техникалық даму деп атады. Сонымен бірге әзірлеушілер жаңа қару енгізу жоспарлап отырғанын айтты. Ал сіз қандай қару қосқанын қалайсыз? Ойыңызды жаза кетіңіз. Le Sserafim K-pop тобы өздерінің жаңа Perfect Night клипін шығарды. Бұның киберспортқа қандай қатысы бар деп отырған шығарсыздар. Клиптің бір бөлігі Overwatch 2 ойынның негізінде түсірілген, және топ мүшелері осы ойынның кейіпкерлерінің образында киінген. Клипте әншілер Le Sserafim концертіне бара жатады, бірақ жолда кедергілерге тап болып, билеттерін жоғалтып алады. Осы кезде арнайы қабілеттер көмекке келіп, олар уақытында залға түседі. Le Sserafim мен серіктестігінің құрметіне Overwatch 2 1 қарашада ойын ішіндегі іс-шараны бастады. Бұл ойынның жаңа тематикалық режимі, эксклюзив скиндері де бар. Ами үйленді. Reddit пайдаланушылары Амидің неке қиғанын айтып шулап жатыр. 26 жастағы Ван Чунью Қытайдың LGD Gaming командасында ойнаған еді. Ал жанкүйерлер инттағы карьераң сәтсіз болса да жеке өміріңе сәттілік тілейміз деп жазыпты. Сайбералан командасы да Амиді құттықтап бақыт тілейді. Әлемдік ойын индустриясынан түскен пайда Астана мен Алматының жылдық бюджетінен 10 есе көп. Сайбералан командасының сіздер ұнататын айдары, біз киберспортқа қатысты зерттеулерді айтып береміз. Сонымен видео ойындар бұл спорт пен киноны басып озған ең қымбат сала. Сарапшылардың бағалауынша саланың құны жылына 175-тен 335 миллиард долларға дейін жетуі мүмкін. Мобильді ойындар жалпы кірістің жартысынан көбін алады. Өнеркәсіп үшін ең тиімді 10 аймаққа ақш, Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея, Бразилия, Канада және бірнеше Европа елі кіреді.
Ал енді өсекті айын. Сауд Арабияның Team Falcons'ы тағы бір ойыншыны сатып ала ма? Counter-Strike 2-дегі G2 eSports мергені Илья Моноси Осипов жақын арада Team Falcons eSports командасына қосылуы мүмкін. Бұл ақпаратты инсайдер Харуми жеткізді. Ал киберспорт ұйымдарының ресми өкілдері бұны әлі растаған жоқ. Айтпақшы, ақпаратқа жауап ретінде Моноси әзілмен тағы қандай жаңалық бар деп сұрап, қауесетті жоққа шығарды. Бірақ кейінгі кездері команда мүшелері көп ауысып жатыр. Барлығын мұқият бақылап отыру керек сияқты. Біз Сайбер-Алаң командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай шығарылымдарды сіздерге ұсынып отырамыз. Біздің шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін және айта кететін жайт, ең өзекті жаңалықтарымыз алдымен Telegram арнаға шығады. Бірінші соған жазылыңыздар, одан бөлек осы YouTube арнамызға, сосын біздің Instagram және TikTok парақшаларымыз бар. Соларға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.